Баршаңызға сәлем, Оп-оңай каналына қош келдіңіздер. Сіздермен орыс тілін үйренуді ары қарай жалғастырамыз. Жаңадан келіп жатқан оқырманым болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыздар, алдағы болашақтағы видеоларды өткізіп алмау үшін. Бүгін сіздермен өтетін тақырыбымыз көмектес септіктің, яғни творительный падеждің көпше түрін айтуды үйренеміз. Егер осы уақытқа дейінгі сабақтарды көрмеген болсаңыздар, міндетті түрде көріп алуға кеңес беремін. Бүгінгі сабағымыз бұл творительный падеждің 3-ші бөлімі. Егер көрмеген болсаңыздар, 3-ші бөлімін бастамай бұрын, 1-ші және 2-ші бөлімдерін көріп алыңыздар. Ал көрген болсаңыз, сонда тіпті керемет. Бүгінгі сабақ сізге өте оңай болады. Ендеше бүгінгі сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабағымызда біз мужской род, женский род және средний род деп бөліп отырмаймыз. Себебі формалардың барлығы бірдей өзгереді. Білетін шығарымыз, творительный падеж кем, чем, яғни кіммен, немен деген сұраққа жауап береді. Яғни бүгінгі тақырыбымыз көпше түр болғандықтан кімдермен, нелермен деген сұраққа біз жауап беруіміз керек. Түсінікті ғой, Кімдермен деген сұраққа жауап беру үшін алдымен әке сөзін көпше түрге қойып алайық, Көпше түрде әке сөзі орыс тілінде папы болып айтылады. Оны түсіндік, яғни ыймен аяқталады. Егер де ыймен аяқталатын болса, ол мужской род болсын, средний род болсын, женский род болсын, онда оған ами деген жалғау қосылады. Енді мына мысалдарға назар аударыңыз. Я умею общаться с папами. Я отлично работаю с мамами. Он всегда готов к открытому диалогу со студентами. Көрдіңіздер ғой, барлығына ами жалғауы жалғанып тұр. Неге? Өйткені сөзіміз ыймен аяқталғандықтан. Орыс тілі бай тіл болғандықтан үнемі ыймен аяқтала бермейді көпше түрде. Имен аяқталатын сөздер келеді. Мысалы, словари, дяди, лекции, преподаватели деп имен аяқталатын сөздер кездеседі көпше түрде. Енді оларды кіммен, кімдермен, нелермен деген сұраққа жауап бергізу үшін оларға ями деген жалғауды жалғаймыз. Студенты пришли на занятия со словарями. Яғни студенттер сабаққа өздерінің сөздіктерімен бірге келді. Нелермен бірге келді? Со словарями, яғни сөздіктермен бірге. Они работают с дядями, тетрадь с лекциями, как вести себя с преподавателями. Сіздерге барынша түсінікті болып жатыр деген ойдамын. Яғни имен аяқталғандықтан оларға ями жалғауы жалғанып тұр. Тағы да мысалдар келтірілген. Семья сөзі бұл отбасы, Енді оны көпше түрде айту үшін орыс тілінде семьи деп айтады. Музей, музей, аудитории деп айтылады. Енді оларды көмектес септігіне қоятын болсақ, мысалдар келтірілді. Многие любят проводить время с семьями. Что случилось с музеями? Как работать с аудиториями? Мы стоим рядом с музеями, с аудиториями. Орыс тілінде ережеге бағынбайтын сөздер болады. Егерде имен аяқталатын болса, оның барлығы ями жалғауына аяқталмайды. Яғни к, г, х болатын болса, имен бірге келген жағдайда, онда оған ами жалғау жалғанады. Мысалы, подруги соңы имен аяқталып тұр, бірақ жанында г әрпі тұр. Сондықтан да оған ами жалғау жалғанады. Мысалдарды келтірейік. Она с подругами ездила. Вам помочь с сумками? Мы сегодня поехали с девушками. К, г, х және ж, ш, щ, ч мен келсе, жанында сондай әріп болса, онда оған ами жалғауы жалғанады. Мысалы, врачи соңы имен аяқталып тұр, бірақ идің жанында ч әріпі тұр. Сондықтан да он общается с врачами, яғни ами жалғауы жалғанады. Ал егерде амен келетін болса, мысалы, окна, имена деген сияқты сөздер келсе, оған жай ғана ми жалғауын қосамыз. Мысалы, я стою рядом с красивыми окнами. Көрдіңіздер ғой, ами жалғауы жалғанып тұр. Они с интересными именами. Бұл жерде де ами жалғау жалғанып тұр. Және соңғы ережеміз ия немесе ямен бірге келетін сөздер болса, мысалы, братья, друзья, упражнения, сыновья сияқты сөздер келсе, оғанда жай ғана ми жалғауын жалғаймыз. Мысалдар, отец сказал, ты сможешь работать с братьями. Я поеду на метро с друзьями. Скоро выходит мой видеокурс с упражнениями.
яғни жай ғана ми жалғауын қосамыз. Сабақты қаншалықты меңгергенімізді түсіну үшін жаттығуларды жасап жіберейік. Әдеттегідей сіздерге мысалдар келтірілді. Енді осы жерден жақшаның ішінде берілген сөздерді көмектес септігіне қойып, сіздер айту керексіздер. Ендеше өзіңізді тексеруге дайын болсаңыз, паузаны басып, дәптерге дұрыс жауаптарын жазып шығыңыз. Ал мынау дұрыс жауаптары. Осымен біздің тақырыбымыз аяқталды. Видео сабақ сізге ұнаған болса, міндетті түрде лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Және келесі сабақта кездескенше аман сау болыңыздар.